оқушылардың тізімі бетке қойып отырады. Так, Дамира еще материя бағалау парақшасы. Мына жерде біреуінің аты жөндерін сестра қойды. Топ мүшелеріміз. Болдық па балалар? Ары қарай. Жалпы балалар, алтын қалам деген не ол? Қандай сыйлық, сол туралы кішкене мағлұмат беруге былай қосымша ақпарат сіздер үшін. Алтын қалам ұлттық әдеби жүлдесі алғаш рет 2010 жылы өткізілген. Яғни 2013 жылы оның ең алғашқы жүлдесі болған. Сол жылдан бастап ұйымдастырылды. Негізгі мақсаты еліміздің рухани мәдени дамуына Қазақстан азаматы ретінде өз үлестерін қосу және жас таланттар мен балалар жаңа есімдердің елге танылуына ықпал етуге қосымша ақпарат болды. Ары қарай тапсырма орындауға көшеміз. Бізде балалар мақсат оқылым бойынша жүреді. Сондықтан мен сіздерге қазір мәтін таратып беремін. Мұқият 3 топқа да бірдей мәтін оқып аламыз. Бір топтан қазір біреуіміз оқысыздар. Әзірге таныса беріңіздер. Сосын осы мәтін бойынша ары қарай тапсырма орындаймыз. Бұл балалар кітапта жоқ, қосымша мәлімет. Мен сіздерге өзім іздеп әкелдім. Оқып алайық. Сосын біреуіміз дауыста оқимыз. Бірден оқи береміз ба дауыста? Бала орталығында тұратын әже еңбек атын қалқаман деп ойындар деп сәлем айтып жіберді. Марқұм атамен заманда салынды балалардың сақталатын ашқан қалқаман деген мұғалім болған. Өте керемет ұстаз еді. Маған сол мұғалімнің есімін қойды деп ойлаймын. Яғни балалар, бұл мәтінде не туралы айтып тұр? Түсінкардық па? Алдияр, не туралы айтып тұр? Ақынның атын кім қойған, оның қойылу тарихы туралы айтып тұр. Тағы да бір рет даусымызды шығарып, әнелі отыршы. Менің атымда әжем қойған екен. Негізгі үйдің кенжесімін. Менің алдымдағы ағаларымның аттары бір-біріне ұқсайды. Бірақ сол кезде қала орталығынан Ақынның атын кім қойған балалар? Әжесі қойған, иә? Оның ағаларына ұқсай ма аты? Жоқ. Оның ағаларының аттары бір-біріне ұқсайды, бірақ қалқаманның аты ерекше болған. Не үшін қалқаман деп қойған? Кімнің құрметіне қойған бұл аты? ұстаз мұғалім өте керемет Қалқаман деген мұғалім болған ұстаз. Атасымен замандас, яғни қалқаман деген ауылда білім берген ұстаз болған. Сол ұстаздың құрметіне қойды деп ойлаймын дейді. Мәтін түсінікті ғой жалпы, жеңілді. Енді балалар, осы мәтін бойынша бірінші сөйлемді. Басқаларымыз шуламай тыңдап отырамыз. Бағалауды жүргізіп отыр, иә? Бірінші сөйлем. Не видишь? Дұрыс па балалар? Бірінші топ жауап береді. Дұрыс ақпарат па? Екінші сөйлем оқылады. Динара, көрсеш? Көрді ме? Сардар. Менің алдымда ағаларымның аттары бір-біріне ұқсамайды. Дұрыс емес. Бізде қалай берді мәтінде? ұқсайды. Толықтыр айтамыз, иә? Менің алдымдағы ағаларымның аттары бір-біріне ұқсайды. Енді мұжларында жақында көп жауап берсін. Әлжан, Атам атын қалқаман деп қойыңдар деген. Атам атын қалқаман деп қойыңдар. Кім айтты? Атасы айтты ма? Дұрыс па? Дұрыс емес па бұлар? Қайда жауап қалайды? Әжесі айтты, иә? Қалқаман деп қойыңдар деп әжесі айтты екен. Негізі үйдің кенжесі. Бұл ақпарат дұрыс па? Негізгі үйдің кенжесімін. Дұрыс. Ол бала. Оның алдында 10 бауыры, 10 анасы бар екен. Содан кейін қалқаман, яғни ең кеспесі. Айша оқып
сөздерден байланыстыру арқылы сөз тіркесін жасаймыз және сол сөз тіркестерінен бүгінгі сабаққа қатысты сөйлемдер құраймыз. Абай ауданы. Бір топтан біріксеңіз бе? Орнында орнайыз. Қазір мен сөздерді бағалайтын боламын. Абай ауданы деп кім жазып қойған? Сөйлем құрау керек. Нужно составить предложение. Кім ол? Аққан жерге олады. Қалқаман сағат. Әлжан, кет сөйлемін толықтырады қа? Сұрайын сынға шықтырбыз. Үшінші топтан да біреуіміз қабайық. Bir söz tepkisine söylem koymaydı. Tekniklerini doldurmak, sizce kolay olmayı var. Bu niye tanımlar ya? Ay söz geçmez Ayşe. Ассоциация жасайтын болады, яғни осы мәліметтерді ішінен тек қана өмірбаянына қатысты мәліметтерді аласыздар. Сендер балалар, екінші топ қалай тұр бізде? Шығармалары деп тұр, иә? Екінші топ шығармалары. Ал үшінші топ жетістіктері. Бірінші мәліметпен танысып алыңыздар. Содан кейін мына қағазға бәріміз қосылып оқитын боламыз. Жетістіктерін жазамыз. Сіздер бала шығармашылығын бірінші топ бізде ақынның өмірбаяны топтар. Маркермен жасаймыз бала. Книгу покажи, где книга? Дай. Ну, может, мейлинг.
мүшесі болды. Астана телеарнасының жүргізушісі. Қай жыл телеарнасының? 2013-2015 жылдар. Мана мен сіздерге микрофон бердім ғой, яғни ол жүргізуші болып кетті. 2013-2015 жылдар болар. Астана телеарнасында жұмыс атқарған. Ең бірінші өмірбаян бастағанда біз оның туған жылынан бастап болдық. Ал сен бірге университетке бастап жасайтын едің. Ол 1978 жылдың 2 қаңтарында дүниеге келген. Дұрыс па балалар? Ақпарат? Әжелі? Мен сөзім тоқтар. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Ақпат ауылында дүниеге келген. Жақсы. Жарайсыздар балалар, бірақ ойындар Ақтаның қысқаша өмірбаяны енді осы армандай болса бізде осы келесі екінші топ. Ақынның шығармашылығы мәліметті қарап отырамыз, тыңдап отырамыз. Бірінші жыр жинақ арманымның бейнесі деген, одан кейін 2019 жылы мына жерде жүрек, сезім жүрек сөзін неге бөліп жазып қойыпсыздар? Ол бір шығарманы асылы. Ол қай жылы жазылды? Бұл қай жылы жазылған шығарма қараңдаршы балалар? Шығармашылығына назар аударыңдаршы, мына мәліметтің ішіне тауып алыңдар. Жібек сезім, жүрек сөзім. Қай жылы жазылған? 2010 жылы жазылған. Келесі 2014-те не болды? 2014-те не болды? Құс жолындағы керуен деген кітабы жазылды. Әлеуметтік тапсырыс аясында, қысқаша айтамыз балалар. Республикалық ақындар мүшәйрасының жеңімпазы. Жақсы. Сыйлығының лауреаты. Бала жарайсыздар, мына тапсырмаға белсенді қатысып жатырмыз. Енді бағалау парақшаларыңызды теріс берейін. Бүгінгі сабақта бірінші топта бізде барлық оқушыдар белсенді қатысқан, бірақ ең көп ұпай бізде Әлихан Жанылдай. Мен сіздерді тағы бағалайтын боламын. Қазір осы бағалау парақшаларын жинап алайын. Осы бойынша мен сіздерді бағалаймын. Мұғалімге хат деген бар, мен сіздерге мынадай парақшаларды таратып беремін. Әрқайсыңыз бүгінгі сабаққа қатысты пікірлерің, ойларың болса, тез-тез бір сөздемен жазуға болады. Маған қатмар, тек жазсаңдар да болады. Сабақ ұнады ма, ұнамады ма, тапсырмалар қиын болды ма, оңай болды ма,